момыстың дәресін жесін ғой, сол жағы ол тарихта бар. Сол кезде жаңағы қалмақтар қысылып, мына батыс Қазақстанда мына біздің жағдайымыз осындай болып жатыр дегенде осы жақтан көмекке барған екен атомдары. Ол туралы Аубай Байғазиев деген шежіреші тарихшының кітабында бар. Ана жерде ол жазылып тұр бәріңізге. Сол Кеней атаның жатқан жерін анықтап, сол жердегі жігіттер жаңағы бұл кім, бұл қайдан келген адам деген әңгімемен кімнің жаңағы жерге белгі қойып, басына кесені орнатып, сол артындағы ұрпақтарына ізін сақтап қалуға еңбек еткен жігіттердің Алла өркенін өсірсін. Содан кейінгі ұрпақтар осы жерде, осы өлкеде тұрады кенейлер. Бұл жерде тарих деген өзі бұрылғанын бұрылады, бірақ қайтадан қалпына келеді. Мысалы, осы Кеней атаның бір ұрпағы Қарсақбаев деген кісі, естеріңізде болса, «Как Петр женил своего араба» деген кино бар. Сол кинода алғаш болып Мосфильмде түскен қазақ. Басқа қазақтардың иісінің мұрнына иісі бармай тұрған кезде Мәскеуде курста оқып жүріп, сол кісі сол жерде түскен. Хадиша Бөкеева деген жеңгемізді алып кеп Әмина Өмірзақова екеуімен. Жаңағы мына екеуінің қайсын келін қылсаң, соның басына орамал сал деп шешесіне. Сонда апамыз орамалды Хадишаға салды деп, мен Әмина Өмірзақованың өзінің аузынан диктофонға жазбаған сөзім бар. Сонда ақыға деп ана кісі күлушеді ғой бір. Менің мұрным ұнамады деймін апама деп. Өмір. Сол мысалы сондай мықты кенейлер болған. Мықты кенейлер қазір де бар. Сол жаңағы ұрпақ өшпей ақырын осы әлекке келдік айналайындар. Сол бабалардың арқасы. Сол мына бүгін енді осы жердегі ұрпақтары жиналып, мына жердегі ағайындыға артында қалған ұрпақтарға есіне сап жүрсін. Біздер кімбіз дегенді. Біз кім екенімізді ұмытқан кезден басталып, мәңгүрттік басталады. Жаңағы мен бекер айтып тұрған жоқ, басында біздің тарих ол да бір үлкен тарих деп. Сол үлкен тарихты жасайтын біздер жинап теріп, ақырын ана жерден дәрек тауып, мына жерден дерек тауып, өмірде енді аспаннан түскен жоқ қой. Мысалы, қазір Әжке Кеней деген ел бар. Олар деген осы өлкеде туып, осы өлкеде өскен адамдар. Солардың жасап отырған ана Гамзаттың сөзі бар. Жаңағы өткеніңе пистолеттен атсаң, болашағың саған зеңбірекпен атса таңғалма дейді. Сол өткенімізге деген, бабаларға деген құрметтің бірізі осы. Мысалы, осы өлкеде өзіміздің ауыздан естіген шалдардың сөз, мынау Әшекейдің белінен асқан жерде, мына оңтүстік қарта кішкентай бұрышта, ана менің ферманың бер жағында Кеней ауыл деген ауыл болған. 1929 жылы осы жерде колхоз ұйымдасқан. Сол Кеней ауылында 103 үй болған. 103 үй болған, сонда әкем айтады, ұста болды сенікі, менің әкем Ерғожаев Ахмет деген кісі. Сонда дейді, ең алғашқы қайтыс болғандарды аштан, 33-тің аштығында барып жерледік дейді. Шамамыз келгенше апарып, оның кейінгі аштықтан қайтқандарды алаша киізге орап барып әйтеуір жерлердің рәсімін жасап берді. Байдың ор болады екен, шөп қорған ор ғой, мал кірмесін деп. Сол орға ақырын тастап, екі жағынан топырақты құлаттық дейді, өздеріне шама жоқ, аш. Одан кейінгі ең қатты өлген кезі, мына июньнің басы, майдың аяғында қатты өлді дейді. Аузына сүт тимеген адам, жаңағы июньнің басында астық сүттенбей тұрған кезде осы талжық жасайтын. Сонда ертеңгі оянғанда түнде өшіп қалады дейді. Түнде өшіп қалған үйге кірсең, теңкейіп ісіп кеткен аштан адамдар жатады дейді. Сонда көмуге шамамыз жоқ дейді. Алып, ана соқпатамның ішінен күрекпен қажап, кітап жапқандай бетіне келтіріп, сол жерлеген. Солдан қалған тамтық жаңағы 3-4 үй қалған. Осы ауылда тұрғандардан басқа жердегілері бар. Солардан мінеки бүгін ұрулы ел, ұялы бәйтерек көп өсіп жетуімізге сол бабалардың, сол кездегі өткен батырлардың, мына Кеней бабамыздың да еңбегі сіңген ағайындар. Біз мына жерді басып жүргенде, бізге дейін осы жерді кім басты, қалайша біз басып жүрміз, кім бізге бұған мүмкіндік берді деген әңгімені естен шығармауымыз керек. Солардың арқасында біздің осы гүлдеп жүргеніміз. Сонда тойлардың той қыласы құтты болсын ағайындар.